Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді тауық аяқтарынан KFC дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керек заттар салқын су, сұйық май және де тауықтың сан еті керек болады. Дәмдеуіштердің тұз, қарабұрыш, қызылбұрыш, паприка қосатын боламыз. Енді жасауға кірісейік. Тауықтың сан етінің үстіне барлық дәмдеуіштерімізді қосамыз. Оның үстіне аздап май құямыз. Енді сап-салқын суымызды үстіне құйып, 5-6 сағатқа не болмаса 1 күнге де қойып қоюға болады. Тұзы сіңіп, жақсы болып тұру үшін мен холодильникке 1 күнге қойып қойдым. 1 түнге қойып алғаннан кейін суын төгіп тастаймыз. Енді ұнымыздың үстіне тұз бен қызылбұрышты қосып, жақсылап араластырып, тауықтың сан етін ұнымызға қосатын боламыз. Енді барлығын осылай ұнға ұнатып, жақсылап араластырамыз. Құп-құрғақ болып құрғауы керек. Енді сұйық күләрімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек болады. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Енді оның үстіне дәміне қарай тұзын және де 1-2 қасықтай ұн саламын. Аздап су қосатын боламын. Барлығын жақсылап араластырып, күләрімізді дайындап қоямыз. Бірінші тауық аяқтарын сұйық күләрімізге маламыз. Екінші құрғақ ұнымызға салып, қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған майға қуырмасаңыздар, майдың бәрін өзінің бойына жинап, майлы болып кетуі мүмкін. Енді қызып тұрған майымызға екі жағын 4-5 минуттан қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей біздің KFC тауық аяқтары дәл осылай дайындалады. Сіздерге де үй жағдайында жасауға кеңес беремін. Менімен бірге болып, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ал бізге ас болсын.